Бәріңізге жалынды сәлем! Бүгінгі Қадаз оқушысының бір күні жайлы влогымызды бастайық. Сендер көріп тұрғандай, мен бір жерге баруға дайындалып жатырмын. Міне, осылай Қадаз оқушылары барлығын үлгеріп, белсенді өмір сүре алады. Бүгін ерте тұрып, боянып, сәнденіп, осы күнді жаттықпен бастауға дайынмын. Егер менің қайда баратыным қызық болса, экраннан алыстамаңыздар. Такси тез келіп қалды, енді шығатын уақыт та жетті. Ал міне, мен межелі жеріме қарай жол тарттым. 1, 2, 3. Әрине, мен әдеттегідей оқушылар сарайына келдім. Мұнда мен әр сәрсенбі мен сенбі сайын журналистика және медиатехнология үйірмесіне қатысамын. Ал бұл менің сүйікті ұстазым Әсем Әкімқызы. Ол бізге бүгін қандай сюжеттерге сценарий жазу керектігін түсіндіріп жатыр. Енді жұмысқа кірісетін кез келді. Мұнда мен әдеттегідей мұқият тыңдап, сценарий жазу тәсілдерін меңгеріп тұрдым. Одан кейін жаңа сюжетке сценарий жазуға кірістім. Әрине, кейбір кездерде бірнеше сюжетті бір бағдарламаға біріктіру қиынға әкеп соғады. Бірақ менің қолымнан бәрі келеді деп өзіме сеніп, жұмысымды жалғастыра берем. Алақай, 1 сағаттың ішінде сценарийімді аяқтап, сендер үшін сәл әдеміленіп үлгердім. Әдеттегідей курстағы барлық Қадаз студенттерінің самооценкалары шарықтап тұрады. Енді уақытымды босқа кетірмейін деп, Қадаз медиа ұйымдастыратын конкурстарға арналған видео түсіру үшін жоспар жасадым. Сонымен қатар, үйірмеде аяқтаған жұмыстарымды белгілеп, өзімнің күнделікті істерімді реттедім. Ал бұл менің коллегаларым сюжеттерді ойластырып жатыр. Достар, қараңдаршы, бүгінгі образым ерекше әдемі шыққан сияқты. Осы кезде тест-центрдің инстаграмына кірсем, наурыз ұбытыға тіркеу басталған екен, бірден тіркелуге кірістім. Аздап күтуге тура келді, бірақ ақыры 3 сәуірге сәтті тіркелдім. Журналистикадағы жұмыстарымды бітіріп, уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппын. Сондықтан такси шақыртып, Сәбит Мұқанов атындағы кітапханаға жол тарттым. Құрбыммен кездесіп, American Corner'ге келдік. Көптен күткен кездесу болды ғой бізде. Бүгін қыздармен Secret Seller жиналысында бас қостық. Түрлі қызықты эксперименттер жасап, викторинаға қатысып, уақытты пайдалы әрі көңілді өткіздік. Осы сәтте менің эксперимент жүргізіп жатқанымды көре аласыздар. Біз бір парақ алып, оған перекис водорода мен түрлі жазуларды жаздық. Содан кейін біз таяқшаны йодқа малып, қағазға тегізбей жазудың жағынан жүргіздік. Және ол жағымды көк түсті шығарды. Ал мұнда біз биология жайлы викторинаның сұрақтарына жауап беріп отырмыз. Енді кездесудің соңында дәстүріміз бойынша бәріміз бірге естелік суретке түскен болатынбыз. Бұл American Corner біз жиі жиналатын, өзімізді дамытуға мүмкіндік беретін орын. Көптен бері қатыса алмаған едім, себебі Қазақстан тарихына дайындалуым керек болды. Бірақ қазір барлық шараларға белсенді қатысуға тырысып жүрмін. Кездесу аяқталған соң біз 2-ші қабатқа көтеріліп, әртүрлі тақырыптарды талқыладық. Осында менің құрбым бізге Қытай тілінде сөйлеп берді. Біз негізі 2 сағат бойы әртүрлі тақырыптарды қозғап, бір-бірімізді жақынырақ тани түстік. Көбінесе біз шетелге оқуға түсу жайлы сөйлескен болатынбыз. Солай 2 сағат сөйлесіп отырып, қарнымыз аздап ашты. Әңгімемізді ШБ кафесінде жалғастыруды ұйғардық. Біз шаурма жеп, кофе ішіп, көңілді уақыт өткіздік. Ұзақ уақыт бойы жиналған әңгімелерімізді бөлісіп, қызықты тақырыптарды талқыладық. Мен негізі құрбыларыммен кездесіп, бірге уақыт өткізгенімізді жақсы көремін. Себебі біз бір-бірімізді мотивацияланып, шабыттандырамыз.
Мен оларға аманжол келетпен кездескенім туралы айтып, университетке түсуге қатысты кеңестермен бөлістім. Негізі мен Кадаз курсына тіркелгеніме өте қуаныштымын. Себебі мен қазақша сөйлеуге дағдыланып, курстағы жұптық жұмыстардан кейін адамдармен оңай сөйлесе бастадым. Кадаз медиадағы конкурстарға, сайыстарға қатысып, өзімді жан-жақты адам ретінде дамыта бастадым. Сол үшін шығармашылық таңдап жатқан жандар, құлақтарына алтын сырға, курсқа тіркелеміз. Ал енді влогымызды жалғастырайық. Кафеде отырып, мен біраз сторис түсіріп, естелікке суретке қыздармен түскен болатынмын. Кездесу соңында тамаша фотозона тауып, естелік суреттер жасаған болатынмыз. Мен өте қуаныштымын, себебі өмірде осындай жақсы адамдармен уақыт өткізу үлкен бақыт. Біз құрбым екеуміз қыздарды шығарып салып, киноға билет алуға келдік. Бірақ киноға барғанымыз туралы видеоны жіберіп алмаңыздар. Осымен бүгінгі влог аяқталды. Кадаз оқушыларының өмірі белсенді, қызық және шабытқа толы. Келесі видеода кездескенше. Назарларыңызға рахмет.